баланы тамағын баланы тамағын беріп болдым. Қызым ашаң келеткен. Оған дейін чай дайындау керек. Мама, мен келдім. Мәссаған. Жаным, мама, банан еще. Қызым тұра ғой. Тәтем келді. Тәтем келді ма? Иә. Мәссаған. Мынау ақшаны саны өзіңіз шкафқа қойып өзіміздеріміз бара холкаға барамыз. Или үй сатып аламыз жаңадан. Үй сатып алсақ жақсы болар еді, қызым. Әрине. Так. Мен екеуіңізге суға келдім. Үшіншені жарайды. Ренжімеңіздер достар, мына кішкене қарай қоя салайын. Қосқа кетіпті. Так. Мен продукт алып келіп едім. Ет. Ойбай, қанша кетті. Сұрамай қойыңыздар. Так. Сүт бітіп қалды деп сүт әкелгем. Ой, жарайсыңыз. Шешесің ба? Ой, ішпей қойайын. Неге, қызым? Ішкім келмей тұр, қарным тоқ сияқты. Тамақ бердіңіздер ме? Иә, бердім. Жарайды. Сонда барып ұйықтау керек. Қызым, сен диванның астында ұйықтайсың ба? Мен де ұйықтайын. Жарайды. Қызым болмаса біз не істейтін едік? Ал, неғай ұйықтасаңшы. Таң атқаннан кейін. Так. Қызым ояту керек. Қызым тұра ғой. Қазір. Тез. Тамақ жасау. Так. Баланың тамағы түйінде қалыпты ғой. Тұрай берсін, так. Қазам. Отырыңдар. Қызым. Нең қаншада басталады? Менің любой уақытта бастала береді. Неге? Кеше бара ғой бүгін. Жарайды. Әлиді оятыңыз. Әли тамағын беріңіз. Ете оятып үйрету керек оны тегі. Төсектерді жинағаныз. Жарайды. Тез. Қызым, сен менің тамағым жасашы. Қош, мам. Асықпа істеші, мам. Баланың тамағын пісіру керек. Мама, мен пісіріп бере салайын. Жоқ, өзім пісіре саламын, қызым.
Так. Мама, мен кеттім онда жұмысқа. Мама, мен ұйқым келіп тұр. Қумай, қыз. Үй тазалау керек бүгін. Бұл үйді кім тазалайды? Смысл неге мен? Сен ғой үйде қалатын. Жұмыс істемейтін қыз сен. Ештеңе істемейтін қыз сен. Boş жүресің, бос тамақ ішесің, көрдің бе? Не істейсің басқа сен? Туф, мен баланы ұйықтатам. Туылдамай шаңдарын сүртіп, пол жуып сыпыр. Бос жан жылама. Ұйықта. Мен баламды ұйықтат. Өзім кішкене ұйықтап алайыншы. Ой, мен ғана адам емес екем. Мамам ұйықтап жатыр, жақсы екен оған. Етіспеу керек. Адам не орнына тезет бар ба? Ұстап сыпыру керек. Так. Оны сасып тұрады бар ғой, еріма тиіп. Осыйты жақтыртпаймен бар ғой. Қашан көшіміз екен осы. Так, болды. Есігін жауып қояйын. Дауысын естімей оян кетпесін. Мені ұрсып жүреді содан кейін. Осы әрдайым мен істеймін ғой жұмыстың бәрін. Шаршап кеттім уже. Так. Аяқтағы лапасты сыпыру керек маған. Апарып қояйыншы дейік. Ой. Так, мына ет жоқ сыпырмаппын ғой, ё-моё. Так. Әке, сіз болсаңыз да ғой. Біз сіз болсаңыз, біз бақыт бар едік. Соғын ішінші тек жүлектен тұрмай. Так. Мына ойна бар ғой, қызық бар, мына қорқынышты. Ойбай. Ойбай. Қашып кетемін мына жерден. Қорқынышты ғой тек. Ұйқым кеп тұр. Ұйықтап алмасам тегі. Кешкісін тәтем келді.
бәрі ұйықтап отырмай. Болыпты, бір мынандай іш салайын да мама. Ойбай. Қызым жүрек. Ұйықтай берсеңіз, жай мама жіберіп оянып кеттіңіз, ұйықтай бер. Ертең жұмысқа бармаймын. Ертең отбасымызбен қыдырамыз. Так. Мен тұрайын ғой. Қызым тұра ғой, жұмысқа барасың. Мам, бүгін мен де жұмысқа бармаймын, ертең барамын. Бүгін отбасымызбен қыдырамыз. Не қыдырамыз, не? Саған күшті ғой. Иә. Онда кеттік. Сосын жаңа үй сатып аламыз, ойлаңыз. Өзіме қап-қара заттар, қап-қара қорқыныш жер ұнайды маған. Сондай үй сатып аламын мен, мам. Жарайды, өзім білеміз. Уля. Так. Кетті ғой, қыдырамыз. Ал Алиша, Али табылсаңдаршы. Жүр, Али. Кетті, қыдырамыз. Күмісінің мамасына ақшаны саттырмыз, біз оны екеуміз киімімізді киіп алайық. Сіңілім, сен менің киім киесің, үстімдегі ал, сен мен мына киімді киемін. Жарайды. Содан кейін олар жаңа үй сатып алады. Қазір үйге барамыз, жаңа үй сатып аламыз. Так, сәлеметсіз бе? Біз мына үйді сатып аламыз. Әрине, оны мен кеттім. Саған. Ойбай. Кетмеңізде, достар. Мына менің бөлмем. Тәтем бөлмесі күшті ғой тек. Тура күшті болып кетті ғой. Болды, шығыңыздар менің бөлмемнен. Болды. Так, менің киімдерім қайсы? Нормально киім киіп алайықшы. Мен ұйықтаймын, болды. Тәтем, маған әтем бір көйлегіңізді беріңізші. Әтем түсінбей, мынаны киіп алам, маған бер. Өзім көйлек ұнайды. Жарайды. Қасыңызға ұйықтайыншы ма? Болды, ұйықтаймын. Ал достар, менің жансыз кеде деген сериалда 3-ші сериал. Осы ең соңғы сериал, сол үшінде лайк басып кетіңіздер. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Осымен сериалым бітті. Сау болыңыздар.